Сәлем достар, сіздермен бірге ерте. Бүгін мен сіздерге тасбақалар туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Тасбақалар өте ерекше жануарлар. Олар ұзақ жасайды екен. Тасбақалардың 328 түрі бар екен. Ең үлкен тасбақаның салмағы 600 килограммды құрайды. Ерекшелігі, тасбақалар өте тегіс, 10 сағат өмір сүре алады екен. Олар өте баяу жануарлар. Алайда теңіз тасбақалары жылдам жүзеді. Тасбақаның сезу, көру, есту қабілеті өте жақсы. Асыл теңіз тасбақаның өте күші көп. Ол арқасына 4 адамды мінгізіп жүре береді. Тасбақаға жай сөйлесең, ол мойнын созып тыңдайды. Қатты сөйлесең, қабығының ішіне басын тығып алады. Ауа райы суытқанда тасбақалар бірден ұйқыға кетеді. Қабығына көп фосфор болғандықтан түнгі уақытта жарқылдап тұрады. Олардың еске сақтауы тіпті керемет екен. Адамның педаль бетін есіне сақтап алады. Тасбақалар жойылып бара жатқандықтан қызыл кітапқа енген. Тасбақалар туралы тағы бір қызық, олар жылай алады. Не үшін жылайды деп ойлайсыңдар достар? Өйткені олар жылау арқылы есіндегі тұздарды шығарып тастайды. Тасбақалар балаларына қамқорлық жасайды екен. Ал тасбақаның басқа түрлері жұмыртқалаған соң мәңгі ұмытып кетеді. Достар, біз тасбақалар туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.